Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді, түрі де, дәмі де ерекше болатын осындай мақ қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, оның үстіне шекерімізді, балымызды, және сұйық майымызды, шым-шым тұз және ашытқы салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мен бәлішке кеткен барлық қоспалардың грамдарын төмендегі описание бөліміне қалдырып жазып қоямын. Және үстіне ұнды ақырындап сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, енді дамып келе жатқан осы қазақша каналдың өсуіне, ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып, белсенділік танытып қойсаңыздар екен. Енді толықтай иленген қамырымыздың бетін пищевой пленкамен орап, көтерілгенше, яғни 2 есеге ұлғайғанша қалдырып қоямыз бөлме температурасында. Ендігі кезекте бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Мақтың үстіне ыстық қайнаған су құйып, жарты сағатқа қалдырамыз. Бізде осылай мақтың суы тартылуға қажет. Енді макты сүтпен араластырып, осылай баяу отта қозғап отырамыз. Осылай сүті тартыла бастаған кезде үстіне шекер және сары май салып, тағы да осылай араластырып тұрамыз. Бізде мактың сүті жәймендеп, ақырындап тартыла бастау керек. Енді көтерілген қамырды алып, 4 бұрышты етіп жаямыз. Енді жайылған қамырымыздың бетін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызбен осылай жағып шығамыз. Енді осы майланған қамырымыздың бетіне дайын болған салмамызды барлық жеріне жеткізе отырып жағып шығамыз. Содан соң қамырымызды орап шығамыз. Енді 3-4 сантиметр көлемінде қамырды осылай бөліктерге бөлеміз. Бәліштеріміздің бетіне жұмыртқа жағып, үстін пленкамен жауып, тағы да бір көтерілгенше 15-20 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз. Көтерілген бәліштерді қызып тұрған 180-200 градустағы пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Әсемдік үшін әрі дәмі ерекше болу үшін осылай ерітілген шоколад жағып шықтым. Міне осымен біздің мақ қосылған шоколадты бәлішіміз дайын болды. Шаймен ішсеңіздер, дәмі өте керемет, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, ас болсын.